Кеттік. Так, давайте телеграмға келген сұрақтармен айналысамыз бүгін, иә? Бірінші, сосын әрі қарай сіздердің жіберген осында сұрақ қоя бересіздер. Бірінші сұрақ tbx болыпты, точка входа, оны кейінірек запас хода и какие таймфреймы дейді. Хорошо, давайте таймфреймнан бастайық. Смотрите, таймфрейм деген білесіздер, иә? Мына жердегі обозначениелер, яғни біздің жұмыс жасайтын уақытымыз, иә, уақыт аралықтарымыз, так скажем. Таймфреймді қолданасыз әр трейдерға әртүрлі. Мысалы, бір трейдерларға таймфреймді қолдану, мысалы, 5 минуттық таймфрейм ыңғайлы болуы мүмкін, 15 минуттық таймфрейм ыңғайлы болуы мүмкін, 30 минуттық, иә, 1 сағаттық. Қараңыз, бірінші былай айтайық. Бізде білесіздер, трейдингта сделканың орындалу ұзақтығына байланысты, иә, скальпинг бар, скальпинг, дей трейдинг бар, иә, дей трейдинг, свинг бар, немесе средний срок. Средний срок. Орысша жаза беремін, иә, бәрін уақыт алмас үшін. И долгосрок бар. Скальпинг бізде ол 1-3 сағат арасында орындалатын сделка. Яғни сіз сделкаңызды аштыңыз, 1 мен 3 сағат арасында ол сделкаңыз сіздің орындалып бітті. Немесе тейкпен жабылды, немесе стоппен жабылды, иә. Дальше дей трейдинг деген бір күннің ішінде орындалатын сделкалар. Бір күннің ішінде орындалатын сделкалар. Үшінші, свинг трейдинг ол, қараңыз, мен сіздерге қазір екі түрлі бөліп айтам. Свинг трейдинг негізінде өзі сам по себе 1 мен 3 күннің арасында орындалатын сделкалар. Мысалы, бүгін сделка аштыңыз, 3 күннен кейін ол сделкаңыз либо тейкпен, либо стоппен жабылды, иә. Дальше, негізі средний срок аталады, когда 1 мен 3 апта аралығында орындалатын сделкаларды. Получается, сіз сделканы аштыңыз, 3 аптаның ішінде, яғни ол 1 күнде болуы мүмкін, ол 1 аптадан кейін болуы мүмкін, яғни сіздің анализіңіз 1 мен 3 аптаның ішіне арналған сделкалар. Долгосрок, соответственно, өзі айтып тұр, 3 аптадан жоғары, бірақ 3 айға, 6 айға дейінгі сделкалар, себебі 6 айдан асып кетсе, сіз уже трейдер емессіз. Қандай трейдер 6 айға дейін өзінің прибілін күтіп жүреді, даже прям супер-пупер, қалай айтсам екен, шыдамды адам болсаңыз да, енді бір сделканы сіз точно 6 ай күтпейсіз, сіз уже инвестор болып есептеліп кетесіз, негізінде өзінің ережесінде де бар, 6 айдан жоғары сделка ұстайтын кісілер уже инвесторлар болып есептелінеді. Даже сіз компанияға да сіз уже инвесторсыз, иә. Мысалы, егер акциямен айналыссаңыз. Енді қараңыз, бұларды мен неге айтып жатырмын? Таймфрейм, қандай таймфрейм қолданатыныңыз осыларға байланысты. Яғни сіз егер скальпер болсаңыз, сіздің қалай айтсам екен, сделкаға кіру точкасын іздейтін уақытыңыз, таймфрейміңіз, иә, кіру точкасын іздейсіз 1-3 минуттық таймфрейммен. Ал общий ситуацияға, рынокқа анализ жасайсыз 15 минуттық, 1 сағаттық таймфрейммен. Түсінікті, иә? Получается, егер сіз скальпер болсаңыз, сіздің сделкаңыз 1 сағат пен 3 сағаттың ішінде орындалатын трейдер болсаңыз, иә, сіз сделканы кіру точкасын іздейсіз 1 минуттық пен 3 минуттық таймфреймде. Сізге, получается, оптимальный таймфреймдар ол 1-3 минуттық таймфрейм және 15 минут 1 сағаттық таймфреймдар. Анализ, жалпы рынок анализ жасайсыз 15 минут 1 сағаттық таймфрейммен. Түсінікті, иә? Получается, сізге оптимальный, глобальный таймфреймдар сіз үшін есептелінеді 15 минут 1 сағаттықтар, локальный, иә, графигіңіз сіздің 1 минуттық 3 минуттық болып есептелінеді. Егер сіз дей трейдер болсаңыз, иә, 1 күннің ішінде, ол кезде сіздің, копировать ете салайын, уақытымызды алмасын десем, өзім жасасам тез жазатын сияқты болады. Давайте өзім жаза салайын. Кіру точкаңыз сіздің дей трейдингта 15 минут
Вообще кейде даже 5 минуттықпен де кіреміз. 5-15 минуттық таймфреймді қарайсыз. Общий жалпы анализ жасайсыз. Таймфреймен. Дневной, иә? Дневкамен анализ жасайсыз. Сізге получается глобальный анализіңіз дневка, немесе 1 сағаттық таймфрейм, кіру точкасын 5 минуттық, 15 минуттық таймфреймді жасайсыз. Егер сіз свингер болсаңыз, иә, торговля жасайтын болсаңыз, сіздің кіру точкаңыз TBX дей салайыншы, давайте, TBX іздейсіз. Так, свингта біз 1 сағаттықпен іздейміз көбінесе. 1 сағаттық таймфрейммен. И сіздің глобальный неңіз 4 сағаттық және уиктен, да, иә? Келін набірет бұлай алып тастай салайын. Глобальныйыңыз сіздің анализ жасайтын 4 сағаттық немесе 1 апталық таймфреймдар. Средний срокқа кішкене басқашалау, именно менің жасайтын мысалы Эллиотта, мен мысалы TBX бірдневка и апталық таймфрейммен қарайсыздар. Түсінікті, иә? Ал долгосрок трейдерлар. Ал долгосрок трейдерлар не істейді? У них тоже сам 4 сағаттан жоғары, даже 1 күндікпен кіретіндер де бар. TBX 4 сағат. И анализ жасайды. Не қолданады, иә? Не болды мынаған? Стратегиясын қолданады. Бізде олар неделька и месячный. 1 айлық таймфреймді қолданады. Түсінікті, иә? Получается, сіз қандай трейдер, сіз соған байланысты оптимальный сіздің жұмыс жасайтын таймфрейміңіз бар. Сразу сұрақтарыңыздан кетейік, жауап кетейік. Деген бұл кезінде мен сайттан қарайтынмын. Қазір бізде атардың индикаторы шықты. Индикаторын без проблем қолдансаңыздар болады. Міне. Мынандай индикатор. Оны іздейсіздер индикаторлардан. Жазсаңыз. Шығады. Осыны звездочка қойып, избранныйға қосып менде тұрады. Өйткені дейтрейдинг үшін бесполезно ма или еще поработать можно ма білу үшін. Неге? Себебі мынау бізде бір күндік рыноктың максималкасы и минималкасы. Так. Мынау максималка, мынау минималкасы. Баға осы екі
мағынаға дейін максимум баруы мүмкін. Одан кейін былай айтқанда топливо жетпей қалды деп елестетіңізші, мысалы, бензинмен жүретін машина деңіз, мысалы, мына келе жатқан. Соответственно, сізде баға, если мысалы бір күнде продавецтер көп болса, максимум мына жерге дейін ғана жеткізіп беруі мүмкін бағаны. Все. Егер сізде не покупательдер көп болса, точнее покупательдер көп болса, максимум мына жерге дейін жеткізіп беруі мүмкін. Егер сізге продавецтер сол күні көп болса, яғни мысалы контекст бойынша анықтадық бізде, бүгін шартовый день, продавецтер көп болса, сізді максимум баға мына точкаға дейін жетуі мүмкін, мына уровеньге дейін. Мысалы 2901 деп әрі қарай мына уровеньді қия алмау мүмкіндігі жоғары. Сондықтан мына жерге дейін атар, если пройдено 100%, кейбір кезде болады Лондонда уже мына жер уже пробитие болып қояды. Бұл сделкаға кіру бесполезно. Себебі бұл либо рынок немесе бізде мына жерде консолидация болып біраз жүріп